Армысыздар, қадірменді көрермен қауым, сіздер Аграрлық несие корпорациясының YouTube арнасын тамашалап отырсыздар. Бүгін біз ауыл шаруашылығы саласында несие рәсімдеуде құқықтық сауаттылық және алаяқтардан сақтанудың жолдары туралы әңгіме дүкен құрамыз. Алдымен студия қонақтарымен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Аграрлық несие корпорациясы құқықтық департаментінің менеджері Саян Төлеген мырза және Аграрлық несие корпорациясы қауіпсіздік департаментінің менеджері Дәурен Оспанқұлов мырза. Қош келдіңіздер студиямызға. Енді Саян мырза, ең алдымен сізден сұрай отырсақ, Аграрлық несие корпорациясы арқылы несие рәсімдерде шаруалар ең алдымен қандай құқықтық сауатқа ие болу керек? Бізге құжаттармен келген кезде құжаттарын бізге тапсырады кредит бөліміне. Содан ол құжаттар бізге келеді. Біз құжаттарды заңдылығына тексереміз. Егер де қателіктер шығып жатса, біз замечание жазып береміз. Ескертулер, иә. Сол уақыт беріледі, ол кісілер түзеп бізге әкеледі. Бәрі заңды түрге келгеннен кейін ары қарай уже кредит беруге шешім шығарады. Біздің сол заключениеміз бойынша. Сіздердің шешімдеріңізге байланысты болып тұр ғой, ол беріле ме, берілмей ме деген сияқты, иә? Енді бұл жерде біздің шешіміміз ол құжаттары заңдылық болу керек, соған біз не етеміз, тексереміз. Түсінікті. Дәурен Хамитұлы, енді қазіргі заманда өзі қадам аттасақ алаяқтарға тап болатын болдық қой. Күнделікті жаңа телефонымызға да звондап жатады, жазып та жатады деген сияқты. Бұл ретте осы Аграрлық несие корпорациясынан несие алғысы келетін азаматтар мына алаяқтардың құрбаны болмау үшін не істеу керек ең алдымен? Енді ең алдымен жаңа несие алам деген азаматтар бірден білу керек, біз ешқандай делдалдық жасайтын, қызмет көрсететін жаңағы қоғамдармен, ұйымдармен жұмыс атқармаймыз. Біздікі тек қана жаңағы өзіміздің филиалдарымыз бар, әр облыста. Сонда барып тікелей өздері несие алады, қандай құжаттар керек, қандай не керек, бәрін түсіндіріп береді, бағдарламаларды түсіндіріп береді, бәрін түсіндіріп береді. Өзіміздің жаңағы менеджер, специалистеріміз бар ол жерде. Бірден сол жерге барып, сол жерден білу керек адамдар. Жаңағы алаяқтар тап болмау үшін. Не болмаса, бізде жаңағы несиелік нелер бар, кредитный товарищество дейді, серіктестер. Сол арқылы алуға болады. Оның мүшесі болып қосылып, өзінің олардың нелері бар. Жаңағы правила дегенде сол ережелері бойынша сол арқылы алуға болады. Не болмаса, ауыл шаруашылық өнеркәсіптік кооперативтер арқылы алуға болады. И ең ақырғысы ол жаңағы микро несиелік ұйымдар арқылы алуға болады. Бұл алған кезде тағы да бас ескертетін жағдай, ешқандай жаңағы дәлелдік жасайтын ұйымдар, азаматтар, біз ешқандай шарт жұмыс істемейміз. Ондайлар адамдарға тап болмасын. Олардың екінің бірі жаңағы алаяқ деуге болады. Сол бірден сол барып біліп алса, бәрін түсіндіріп, бәрін жаңағы біздің қоғамдағылар, кісілер бәрін айтып жетіп береді, ұқтырып береді елдерге. Ал жалпы осы жаңа құқықты қауіпсіздік бағытында шаруалардың сауаттылығын арттыру үшін, белгілі бір былай көзін ашу үшін, соны біліп жүрсін дегендей бағытта корпорация тарапынан қандай да бір жұмыстар жүргізіле ме? Ашық есік күндері дегендер болып жатады? Жоқ, біздің жаңағы филиал басшыларының есіктері түгел кісілерге ашық деп ойлаймын. Колл-центр бар, телефоны бар 53-53 деген. Жаңағы қандай сұрақтармен болса, сол сұрақтармен жаңағы алынған несие болса, несие алам деп тұрса, не болмаса тағы да бір қандай бір өздерінің жаңағы проблема нелер болса, сол телефон звондап білулері болады. Ондай ешқандай не жоқ. Бірақ менің өзім ойым бойынша, пікірім бойынша
аламын деген адам ол жаңағы бірден жаңағы не филиал не жаңағы мен айтқан қоғамдарға бару керек. Тікелей барып, сол жерде тікелей менеджер арқылы бәрін біліп, не болмаса өзінің жаңағыдай бір сұрақтары болса, онда тікелей сол басшысына кіріп қабылданады ол жерде. Сол сұрақтардың бәрі шешуге болады деп ойлаймын. Саян мырза, сіз не айтасыз? Енді қосылам, бірақ енді ондай адамдарға жүгінетіндер, мен ойлаймын, құжаттар дұрыс болмаған, сондай кісілер баратын шығар деп ойлаймын. Но бірақ бізде жәнегі айтқандай каждый филиалда консультант болады, ол кісілерге жүгінсе, бәрін түсіндіріп айтады, қандай бағдарламалар бар, қандай пайызбен алады, қанша жылға, қандай кепіл қоюға болады, ол қандай құжат жинау керек, бәрін түсіндіріп айтады. Сол арқылы ана құжаттар жинап бізге әкелгеннен кейін ары қарай белгілі бір уақытта сол несиесін алады. Ешкімге жүгініп керек жоқ, бұл жерде өзіміздің жұмысшылар, жұмыскерлер бәрі соны береді. Ал жалпы осы құжат өткізу мәселесінде қандай қателіктерге жиі бой алдырып жатады? Енді бұндай жағдайлар болады. Ауылды жер болғасын, кейде болады, жер үйді, көбі жер үйде тұрады ғой. Жер үйде қора, монша салады, жәнегі оны заңдастырмайды. Ол заңдастырылмаған нәрсе, ертең оны оценка жасайды ғой. Сол кезде оның бағасы түсіп қалады. Сол оны ондай кепілді біз алмаймыз. Оны заңдастырып барып, бірақ кепілге қояды бізге. Сондай нелер болады, проблемалары. Тағы да қандай айтуға болады. Ең негізгісі жаңағы болып тұр ғой, сөзсіз. Иә, көбі заңдастырмайды сол документтарын, құжаттарын. Соны біз бәрін қарап айтамыз, осы жерде істеу керек деп. Сонан кейін ана справка форма 2 дейді, справка о всех регистрационных действиях дейді. Сол базаға ол жәнегі объектілердің бәрі кіру керек. Соны біз қарап, дұрыс немесе болады. Ескі документтерді бізде тіркейтін органдар, олар болады, дұрыс тіркемей қояды. Оны да біз түзетіп береміз. Соны барып тіркейтін органдарға айтады, осындай қателіктер бар деп. Ертең ол документтері любой немеге сақадай сай болып тұрады. Соны біз қараймыз бәрін. Жалпы мен өзі байқағаным, осы аграрлық несие корпорациясымен енді мамандармен сөйлесіп жүргеннен кейін біраз нәрсені былайша айтқанда біліп, жаңағыдай өзіміздің де сауатымыз артып жатады. Енді осыны бір жер әлеуметтік желіге жазамыз, жаңа жүрген жерімізде айтамыз, таратамыз деген сияқты. Сонда мынадай бір адамдар бар, былай шаруашылыққа да қатысы бар, белгілі бір деңгейде жаңағы егін салып отқан, малын бағып отқан. Мысалы, қазір кең дала 2 бағдарламасы іске қосылды, қаржыландыру жүріп жатыр. Бәрі бірден сұрайды, таныс бар ма дейді. Жаңағын айтқан бетте, таныс бар ма? Айт, істейік, шығайық, алайық деген сияқты. Бұл осы бір категория, сосын екінші категория. Қайда ондай беріп жатыр, қалай беріп жатыр? Бұл не деген 5% үстемақы ғой. Міне осындай 2 категория, жаңағы алаяқтарға ұрынып жатады, құқықтық сауаты төмен болып жатады. Маған қызық, ол кісілер осындай мемлекет мүмкіндік жасап отқанын, жаңағыдай жұмыстар жүргізіп жатқан қалай білмейді екен? Ол жерлерде бір кемшілік болып тұр ғой, или ол адамның өзіне байланысты ма екен? Ондай кемшіліктер болады, себебі жергілікті әкімшіліктер бәрі сол жеткізу керек. Осындай қазір бағдарламалар бар, жеңілдетілген. Соны алуға болады, осы жерге баруға болады деп. Оны білмейтіндер бар, сөздің шыны керек. Бірақ енді бізде қазір құдайға шүкір интернет бәрі бар. Қазір телефонмен де сайтына кірсеңіз, ол жерде бізде қандай бағдарламалар бар, бәрі көрсетілген. Сауатты адам болса, ол кісі өзі көріп нете алады. Филиалдарда және айтып кеткендей консультанттар бар, түгел түсіндіріп айтады. Енді
сәл ізденсе болды дейсіз. ізденсе болды. Иә, бұл бағдарламаның бәрі сол ауыл шаруашылығына беріліп отырған жеңілдік қой. Соны пайдаланып, ары қарай ол кісілердің өсуіне үлкен үлес қосып жатырмыз. Дәурен Хамитұлы, сіз не дейсіз? Енді жаңағы Саят мырза айтқандай дұрыс, бірақ бұның алдында айтып кеткендей, бұндайға жаңағыдай көбінесе тап болатын жаңағы құжаттары дұрыс емес адамдар. Басқа жолдар іздей бастайды. Басқа жеңіл жолдар іздей бастайды. Содан кейін жеңіл жол іздеген кезде жаңағыдай алаяқтарға тап болады. Түсінесіз бе? Ол біздің қызметкерлер түсіндіріп айтып береді, жаңағы құжат жөндеу туралы, не жөндеу туралы, кепілдік нелерің әкелген мүлкің құжаттарын жөндеу туралы түсіндіріп бәрін. Ол кісілер жүргісі келмейді онымен. Еріне ма, білмейме не істейтін өздеріне байланысты. Көбінесе енді еріншектік қой оның бәрі. Ерінетті жаңағыдай не іздей бастайды неше түрлі. Ол содан кейін барады жаңағы алаяқтарға тап болады бірден. Екіден біздің қызметкерлерді заңды бұзуға итермелейді. Түсінесіз бе? Соның бәрі. Оның бәрі жаңағы енді бермейді деген не деген ол жоқ. Оның бәрі жаңағы енді кейбір жақтарда енді алаяқтардың да өтірік айтып әдейі шығарып жүрген заттар ол. Жаңағы танысым болмаса бермейді деген, тағы да бірдеме бермесең бермейді деген, ондай оның бәрі жаңағы алаяқтардың әдейі шығарып жүрген азаматтардың арасындағы сыбыс. Түсінесіз бе? Ол жаңағыдай әдейі шығарады да содан өздеріне не бастайды. Жерлер жаңағы жертва дейміз. Құрбан іздейді жаңағылардың арасына, түсінесіз бе? Пайдалану үшін оларды. Сосын жәнегі алаяқтар еще көрдіңіз бе, бізге кір келтіреді. Біздің осы ұйымға. Олар енді барған кезде айтады ғой, осы аграрлық несие корпорациясында істеймін деп. Негізі бізде ондай адамдар істемейді. Ондаймен айналыспайды. Соны олар әлгі алаяқтарға неткесін айтады, осы аграрлық несие корпорациясы сондай кісілер істейді деп тоже неме жібереді. Слух жібереді. Енді жалған ақпарат, иә. Анау жаңағы сөз осы, біздің тағы да айттым ғой, жаңа алдын ала айтып кеттім. Колл-центр телефонымыз бар, 53. Сол арқылы біздің қызметкерлер қандай бір дұрыс әрекет жасаса, дұрыс емес әрекет, заңсыз әрекет жасаса, бірдеме етсе оған звондап хабарлауыңыз болады. Қай уақытта да, бірақ қай хабарлаған затыңыз жаңағыда не болу керек? Аты жөні, қай жерде, қандай, не болғаны факті болу керек қой. Дәлел болу керек. Онымен біз тексеріс өткіземіз. Тексеріс барысында жаңағы расталса, онда біз шаралар қолдаймыз заңды. Ал егер де расталмаса, онда кісінің өзінде жауапқа тартуға болады. Жалпы тәжірибеңізде жаңағыдай алаяқтыққа ұрынған, немесе мына Саян мырза айтып отқандай жаңағы корпорацияның қызметкерімін деген сияқты, немесе сол корпорацияға қатысым бар деген сияқты адамдар анықталып, сондай жағдайлар болды ма? Болды, бар, ондай жағдайлар бар. Қазіргі күннің өзінде мына Шымкент қаласында дейік, Түркістан облысы бойынша қылмыстық жауапқа тартылып жатыр ондай адамдар. Бар. Яғни жалған ақпарат тарату арқылы шаруаның сеніміне кіріп деген сияқты. Сол қазіргі таңда біз қызметтік тексеріс өткізіп, соның бәрін расталып, біздің қоғам жаңағы адамдар бойынша арызды экономикалық департаментіне жіберіп, экономикалық нелерді тергеу департаментіне, сол жақта қазір қылмыстық іс қозғалып, сол бойынша қазір қылмыстық неге жауапқа тартылып отыр ондай кісілер бар. Қаншалықты жиі кездеседі мұндай жағдай? Сонша көп нетпеймін деп айта алмаймын басына. Жаппай ондай деген жоқ онда. Бірақ енді өкінішке орай ондай нелер болып тұрады. Саян мырза, енді айтып отырмыз, ең алдымен мұндай жағдайға жаңағы сауаты аздау адамдар ұрынады деп. Бұл ретте сұрағым келіп отқан, жалпы қазір біз шаруа фермер дегенде көбіне бір жаңағы ауылда май болып жүрген, немесе жаңағыдай бір болады ғой,
әскери киімді киіп алып малдың соңында жүрген адамды елестетеміз көп жағдайда. Бірақ Құдайға шүкір, жаңағы заманауи осы кейінгі заманның білімін, технологиясын озық игерген жігіттерді, адамдарды, азаматтарды жетерлік, иә. Бұл ретте жалпы сізден сұрағым келіп отқаны, қазіргі шаруалардың сауаттылық деңгейі қандай? Салыстырғанда қазір адамдар сауаттырақ, көп сауатты. Кей адамдар жәнегідей кей үлкен шаруа қожалықтар өздерінің және заңгерлері бар, сол құжаттары бәрі сақадай сай болып тұрады. Енді ол үлкен шаруашылықтар. Енді ұсақ шаруашылықтар, конечно, ондайға жеткен жоқ, но бірақ қалай болса да біз осы аграрлық несие корпорациясы қанша жыл жұмыс істеп жатыр, уже біраз адамдар біледі. Уже көп адам біледі. Ауыл шаруашылығы, ауылда тұратын адамдардың бәрі біледі деуге болады. Сыбаға программасы болды кезінде. Оның бәрі, ондай программалар көп, адамдар соның арқасында жағдайлары түзеліп қазір өсіп қалды. Көп ондай. Енді сауаттылық жағынан қалай болса да қазіргі таңда бар ондай. Енді сауатсыз деуге келмейді, енді адамдар ренжімесін. Құқықтық сауаттыққа енді аз бар ондайлар. Ал енді өз мысалы жаңағы шағын шаруалар, ұсақ шаруалар деп айтып жатырсыз, иә. Енді мысалы біреу айтпаса, біреу жетелеп жүрмесе, жаңағы заңгері болмаса, ол кісілер білімді, қажет жаңағы жұмыс жүргізуге қайдан ала алады? Мысалы бір курс сияқты сондай бірдемелер бар ма жалпы? Енді қазір бізде аграрлық несие корпорациясында ондай курстар өткізбейміз, бірақ мен білуім бойынша вроде атамекен кәсіпкерлік несінде ол жерде болған. Қазір ол енді жыл сайын программалар ауысып отырады ғой. Енді қазір айта алмаймын, қазір бар ма жоқ па. Ол жерде оқытады, сауаттылыққа қандай құжаттар жинау керек, ол жерде болған кезінде. Қазір енді айта алмадым. А так бізге құжаттармен келсе, қандай несие керек бар, ол және консультанттарымыз, кеңескерлер бәр құжатты информацияны береді ғой бізде. Түсінікті. Дәурен Хамитұлы, енді біз айтып жатырмыз, жаңағы шаруалар алаяқтарға жем болатын жағдайда, иә. Ал енді шаруалардың өздері де кейде, былайша айтқанда, заңға томпақ әрекеттерге барып жатады, иә. Ондай адамдар сіздердің жұмыстарыңызға жата ма? Олар да жатады. Ол бірден алған несиенің мақсатты неде ұсталмаған кісілер. Алған жаңағы несие біздің несиеміз үкіметтің көмегі ғой елге берген. Олайдан қарасаңыз, жаңағы берге беріп жатқан ол жаңағы алып жатқан кәсіпкерлердің болашағы. Соған мал алса, сол малды өсірсе, ол малдың бәрі болашақта өзіне қалады, бала-шағасына қалады. Өсіріп дамыта берсе, өзінің жаңағы олайдан қарағанда депозит дейміз ғой, депозиті ғой болашақ. Әрине. Соны көп адамдар өкініш көре түсінбейді. Сол түсінбейді, жаңағы алған несиені басқа салада, басқа неде пайдаланады. Сол кейін тексеріс барымыз, тексеріс, жаңа мониторинг дейді, сондай жұмыстар атқарамыз. Өздеріңіз тексересіздер, иә? Өзімізді тексереміз, мониторинг деген өзіміздің неміз бар, жеке бөлімшелеріміз. Сол кісілер, соның қызметкерлері тексереді. Сол тексеріс барысында жаңағындай жақтар расталып, сол жерде штраф салынады жаңағындай кісіге, жаңағы ақшаны қайтару керек. 25% штраф салынады. Мақсатсыз пайдаланса сразу. Алған сомасына ма? Алған сомасына 25% штраф салынып, сол ақшаны тез неде қайтарып беру керек. Көп кездесе ме бұндай жағдайлар? Бұндай жағдайларда жиі емес, бірақ бар, өкінішке орай болды. Кездесіп жатады. Бұл бір жағынан ол жаққа барғанда жаңағы құжаттардың да неше түрлі несің қисық толтырып фальсификация жасап құжаттарға ондай да болады. Жаңағы біздің жаңағы кәсіпкерлердің өзі істеген нелер. Сол жаңағы несің мақсатты түрде жабам деп, орындаймын деп өтірік құжаттар әкеп, жалған құжаттар әкеп, сондай мәдениет. Соның бәрі
болашақта қылмыстық істер бұл штраф та емес, бұл не де емес, бұл өкінішке орай қылмысқа тартылады, жазаға тартылады ондай кісілер. Мәселен, ол процестің өзі қалай жүзеге асады? Мысалы, біреу 1000 гектар егін егеді дейік, ол кісі жаңағы алқабын ұлғайтып көрсетуі мүмкін, оның бәрін өлшейтін болып тұрсыздар ма сонда? Жоқ, егін 1000 гектар, ол 1000 гектарға жаңағы берілетін бәрі есептелген ғой, оның құжаттарын бәрін растап әкеп береді, оның бәрі тексеріледі. Оның бәрі жаңағы көбінесе малмен айналысқан, малдың айналасында болады. мал алу жүйесінде болады осындайдың бәрі. Жылқы, сиыр дейік, жаңағы қойдың өзі, сол бағдарлама бойыншалар болады көбінесе. Оны қалай анықтайсыздар? Оны енді қазір неше түрлі информацион системалардың бәрі бар қазір. Яғни сырға салу деген бәрі сырға, чип дейді, таңба көлі бар ғой қазір, ол бірден. Екіден ол қазір мынау информационная система регистрация животных деген бар, сельхозживотных. Ол жаңағы адамның иіні сияқты, адамның айың бар ғой өзімізге. Сол әрбір бас малға сондай ИСЖ нөмірі беріледі. Оның бәрі тіркеуде тұру керек. Сол жаңағы ИСЖ бойынша оның бәрін қай жерде мал шықты, қашан туды, кімге сатылды, қашан кімге берілді, арендаға берілді ма, сойылды ма, бәрі көрсетіліп тұрады. Учеттан алынды ма, алынған жоқ па, жаңағы малдың миграциясы дейді. Түгел толық көрсетіліп тұрады жаңағы деді. Жұмыс істеп тұр ма бұл механизм? Бұл істеп тұр, оның бәрі істеп тұр, содан тексеріліп, соның бәрі қолма-қол анықталады. Мен енді ауылдарда болам, бірақ мен болған ауылдарда соны жаңа сырға ғана көрем де, әрбір малдың құлағында бір сырғадан болады. Чипті байқамаппын. Чипті бар, ол чипті қазір енді жылқыға нетіп жатыр көбі. Содан кейін племенной малдар бар ғой, племенной малдарыңыз бар, соларды чипировать етеді. Оның бәрі бар чип. Жаңағы біз келісім шартқа отырғызған кезде біздің жаңағы бір неміз сондай чипті алып, болашақта жаңағы сатып алып, келісім шарт бар, соның бәрімізге көрсету керек, алғаның нелер, чиптерді, нелерді. Содан кейін соның бәрін біз тексерген кезде монитор жасаңыз, жаңағы чип нелерін арқылы тексертеді. Раскол дейді ғой, расколмен өткізіп малды сөйтіп тексертеді оның бәрі. Бұл енді көбіне жаңа жұмысты кешенді түрде жүргізетін ірі шаруашылықтарға қатысты дүниелер шығар, Ұсақ нелерге де келеді. Оларға да қатысты да. Саян мырза, енді құқықтық департамент жаңағы құжаттардың санын оңтайландыру, сапасын арттыру бағытында қандай да бір жұмыстар жүргізе ме? Құжат көп болған сайын былайша сұрақта көп болады деген сөз ғой. Бізде қазір минимальный немеге түсірдік құжаттарды. Ол енді не бойынша, тізім бойынша бізде ондай көп құжат жоқ. Қазір бұрынғыдай ана РНН, СИК деген тапсырмайды, сол жеке куәлігімен келеді. Өзінің ана кепілге беретін адам семьясын құжаттарын әкеледі, осы неке қию несін, және жеке құжаттың өзі бізге электронды беріледі. Өзі несін бермейді, әлгі копиясын, электронды несін береді. Айында кепіл заттың құжаттарын, оны бүкіл бәрін береді бізге. Біз сол арқылы экспертиза жасаймыз. Соған қатысты ғана талаптар қатаңдау. Оны енді біз бәрін көру керек. Біз ол заңды түрде сол кісіге тиесілі ме, или неше түрлі жағдайлар болады, кейде дұрыс өз атын аударылмаған, соның бәрін біз тексереміз сол құжаттар арқылы. Содан кейін заңды тұлғалар, енді олардың да өз бір перечні бар, қандай құжаттар әкелетін. Негіз бізде көп емес құжат. Түсіндім. Қазір нарықта консалтингтік компаниялар көп қой. Жаңа сен үшін жұмыстың бәрін істейміз, жаңа өтінімді береміз, жаңағы шешімін алып береміз, басынан подключ дейді ғой, былайша айтқанда, толық жаңағы жұмыстың бәрін, құжаттың бәрін, пакетін дайындап, әзірлеп, былайша айтқанда саған 100%
толық дайын күйінде әкеп береміз деген сияқты. Қаншалықты сенуге болады мұндай компанияларға? Енді бұндай компанияларды енді былай кезіктірген емеспін. Негізі оны айта алмадым. Себебі қазір мен танимын сондай компаниялардың қызметіне жүгінген фермерді деп біз айтайыншы. жаңа басында айттым ғой, біз мынау ондай компаниялармен бізде ешқандай келісім шарт жоқ. Біз ондай компаниялармен жұмыс атқармаймыз. Және жұмыс атқаруға кеңес бермейтін де шығарсыздар. Бермейміз біз ондай. Ол бір. Екіден жаңағы айтып отыр, бірақ сенімхат арқылы, доверенность арқылы жағдайлар болады адамдар. Доверенность арқылы біреуге беріп қояды. Құжаттар тудыру, ол енді кім біледі ғой? Ол заңды ма? Сенімхат әрине заңды. Ол енді жәнегідей біз көрсеткен бір кемшіліктері болса құжаттарда, сол кісі барып өз жөндейді, түзетеді қателіктерін. Ал енді консалтинг деген енді бізде ондай неме жоқ, услуга. Ол енді жоқ, сондай компаниялар бар деп отырмын ғой. Жоқ, олардікі енді бізбен жаңағы айтқан, бізде олармен ешқандай келісім шарт жоқ. Біз олармен жұмыс атқармаймыз. Біз жаңағы сенімхат, жаңағы мүгедек адамдар болады, жүре алмайтын адамдар болады. Енді әртүрлі жағдайлар болады. Сондай жағдайларға байланысты сенімхат беріп, сондай нелермен кісілер жаңағы өздерінің опекун ба, представитель, солар жұмыс істейді. Сондай болады. Ол бізді қабылдаймыз ондайды. Басқа жағдайда біз ешқандай не қабылданбайды. Түсінікті. Олай болса, Саян мырза, Дәурен мырза, уақыт тауып хабарымызға қатысқандарыңызға алғыс айтамыз. Осы бүгінгі әңгіме барысында айтылған мәселелердің бәрі оң шешімін тапсын деп тілейміз. Көп рахмет сіздерге. Сіздерге рахмет. Қадірменді көрермен қауым, сіздер Аграрлық несие корпорациясының YouTube арнасын тамашаладыңыздар. Келесі көріскенше аман сау болыңыздар.